Ақылдарыңыз қалай? Бізде Аллаға шүкір бәрі жақсы. Бүгін біз ұйқыдан тұрып, шай тамағымызды ішіп, қалаға жиналдық, қалаға келдік. Және біздің келуіміздің басты себебі осы жерден, логистический компаниядан, бізден жеткізу орталығынан өзіміздің кезекті тапсырысымызды алып кету болды. Жолдасым ішке кіріп кетті. Қазір заказды алып шығуға қандай зат, не үшін, бәрін осы видеоның соңында білесіздер. Бізбен бірге болыңыздар. Рахмет. 1, 2, 3, 4. Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін біздің влогымыз машинадан басталады. Иә, біз қайда бара жатырмыз десеңіздер. Біз қайда бара жатырмыз, Аса? Теңізге бара жатырмыз, да? Иә. Сол дүкеннің алдына келіп, кішкене суымызды алайын деп күтіп отырғанбыз. Әрине бізде Омар мен Ясина. Ясина, привет. Привет. Омар, привет. Привет. Бүгін 1 маусым. Бір заказ бергенде күн бүгін Маңғыстауда жанып тұр кәдімгідей. Сол бұйырса теңізге барып көрейін деп жатырмыз. Теңіз жылы ма екен, адамдар түсіп жатыр ма екен. Сол жолымыз болсын дейміз. Қазір 5 минуттық жерде бізде теңіз. Дәл ауылымыздың жағасы. Сонда. Біз келдік. Енді мына жерді асып, ана қырдың астына баруымыз керек. Где-то бір 50 метрдей жер. Жүріп келатырмын. Бірақ енді одан кейінгі көрініс керемет. Ой, балам екеуміздің келатқан түрімізді қараңыздар. Вау, мына көріністі қараңыздар енді. Күшті да? Каспий теңізі. Қарт Каспий. Міне, осындай әдемілік үшін келуге болады.
абай да Омар. Қолымда көп заттар бар. Сонымен шаршап қалдым. Қараңыздар, ешкім жоқ. Бүгін балалар күні деп бәрі тойлауға кеткен ау деймін. Қараңыздар. Құламайсың. Угадай ал. Жылы ма? Үш. Күшті. Теңіз деген ванна болып тұр, қыздар. Күшті болып тұр. Қараңыздар. Топ-тынық. Ау.